бұл тележканы негізгі қолдану бағыты фермаларда, базаларда, складтарда, ангарларда жүкті бір жүктен келесі орынға дейін апару мақсатында пайдаланамыз. Бұл жерде құрылысына келетін болсақ, жалпы құрылысы бізде жаңа басқару жүйесі запуск бұл жерден басталады. Запуск береміз. Сосын жаңағыдай алдымызда екі электрлі доңғалағымыз бар. Сол арқылы бұл қозғалысқа келеді. Сосын бұрылу механизмі бізде жаңағы осы артында жатқан жүзеге асырады. Ручка газын бізде басқан кезде электр тележкамыз қозғалысқа келеді. Сосын бізде реверсивтіміз бар. Реверсивтімізді артқа берген кезекте электр тележкамыз артқа жүреді. Бұл тележканың екі мотордың жалпы қуаты 200 ваттан болып есептеледі. Негізгі есеп бойынша 200 килограммға дейін жүкті бірінші орыннан екінші орынға дейін оңай тасу үшін арналған. Екі электрлі доңғалағымыз бізде. Бұл жерде жаңағы плата управлениеміз ручка газы. 32 платасының микросхемасымен жасалған. Бұл жерде жаңағы Estelink программаторы арқылы біз жаңағы ручка газыға сезу мақсатында осыған бағдарлама құйылған болатын. Осы неге дейін жүретін. Сосын бұл жерде тормозы, бұның өзінің тоже ішінде ручка газын жіберген мезетте бұл электр доңғалағы өзінен өзі тоқтайтын неге дейін. Батарейкамыз бізде литионный батарейка, 36 вольттық. Бір батарейкамыздың бізде емкісіміз көлемінде 1 сағатқа жетеді. Мотордың бізде қуаты 200 ваттан болады. Жалпы көрінісі осындай.